қоғам өзінің эволюциялық даму барысы бар. Бұл жалпы барлық салада өзіндік даму барысында, діни салада да өзіндік өзгерістер, діни сананың өзіндік дамуы болады. Исламның бұл кереметтілігі. Ислам қоғамға, заманға, уақытқа, кеңістікке жауап беретін дін. Барлық уақытқа, кезеңге жауап береді. Сол ортаға да жауап беру керек. Исламның өміршеңдігі бұл. Қияметке дейінгі қоғамның даму процестері, өзгерістеріне ислам жауап беру керек қой. Ол өміршеңділігін біз жоятын болсақ, онда ислам жауап бере алмай қалады. Ал екінші бір нәрсені түсінуіміз керек, ислам бүкіл адамзатқа келген. Ал адамзат қоғамы Алла тағала өтеді. Қауымдардан, ұлттардан, рулардан, тайпалардан Алла тағала солай халықтарды солай жаратты дейді, адамзатты. Демек, әр халықтың, әр рудың өзінің ерекшелігі болады. Оның салты, дәстүрі, өмір сүру заңдылықтары болады. Оны исламның өзі бекітіп тұр, Құранның өзі. Демек, ислам оларға жауап беру керек, олармен біте қайнасу керек. Бірақ әрбір мұсылманның түсінігінде бірінші діни өлшемдер бірінші тұрады, ислами. Біздің салтымыз, дәстүріміз исламнан бастау алады көбінекей. Исламмен біте қайнасады. Ислам негіздерді айтады, ұстындарды айтады. Егжей-тегжейін, өмірдің егжей-тегжейін, оны салтқа, дәстүрге, ғұрыпқа қалдырады. Уә'мур бил-урф дейді. Ғұрыпқа сай бұйыр дейді да Құран ayeti. Ғұрыпында қалай? Оны киімнің киілуі, тамақтың ішуі, отырыс, жүріс деген секілді қимыл, әрекеттер, формалар көбіне ғұрып реттеп отырады. Өйткені осыдан 500 жыл бұрын, 100 жыл бұрынғы адамдардың өмір сүру салты басқа болды. Бірақ ислам сол. Қазіргі 21 ғасырдағы адамдардың өмір сүру салты сәл өзгерді. Бірақ ислам бәрін мансұқтап атқан жоқ қой. Неге мансұқтамайды? Неге өміршең? Өйткені егжей-тегжейін, өмір сүрудің егжей-тегжейін ислам көбіне ғұрыпқа, әдетке, салтқа қалдырады. Сол реттейді. Ғұрыпқа сай бұйыр дейді. Ғұрыпқа сай реттеледі.